Қабырды өлін сақтап қалу дейсіз ба? 3 күн ба? Жерге жерлемей 3 күн. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисі бар ғой, 4 нәрсені асығыңдар дейді. Ең бірінші жаназаны қабырға тапсыру, намазды уақытында, қарызынды өтеу, тағы қыз баланы ұзатуға асығыңдар дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам басқа бір хадисінде айтады: "Уасру алал жаназа" дейді, жаназаға асығыңдар дейді. Егер жаназа хайыр болса дейді, егер жақсы адам болса дейді, оны неге өз орнына апарып тапсырмайсыңдар дейді. Яғни жәннатқа барады дейді ол дейді, жәннаттың бақшаларына дейді. Егер жаман фасық адам болса, неге оны сақтайсыңдар дейді. Бізде фиқ кітаптарымызда мысалы айтамыз ғой, бір мәкрух уақыттарда бар дейміз намаздың да. Күн шығып атқан кезде, қиямның уақытында, күн батып атқан кезде ешқандай намаз болмайды. Енді жаназа намазы дейді, күн батып атқан кезде дейді, жаназа намаз оқуға бола ма, болмай ма? Қараңыз. Соны фиқ кітаптарымыздан Баззазия деген фатауада, Бахр-ар-Райқ деген фатауада, Фатул Қадир деген үлкен фатауаларда, егер жаназа дайын болса дейді, күн батып тұрған кезде да дейді, жаназаны шығарып тастау керек дейді. Оған ешқандай бела кирахат деп келтіреді Бахр-ар-Райқта. Ибн Нажим рахимулла ешқандай кирахаты жоқ дейді. Жаназа дайын болып тұрса дейді, оны намаздан кейін күтем десең дейді, ол мәкрух болып кетеді дейді. Яғни сондайда дейді, асығу керек дейді. Егер жұма намазда дейді, жұма намаздан бұрын, жұма күнінде дейді, таң ертең жаназа қайтыс болды дейді, оны сақтап қалу. Жұма намазда адам көп келеді, жұма намазға сақтаймын деген ниетпен де сақтасаң дейді, ол да мәкрух дейді. Яғни оған да қарамау керек дейді. Жаназа дайын болса, қабірі дайын болса, оны апарып көму керек дейді. Жұма намаздың өзіне де күтіп, адамдар көп келеді, оған көп мұсылмандар жаназасына қатысады деген ниетпен сақтағанның өзінде де дұрыс емес ол. Енді 3 күн дейсіңіз ғой сіз. 3 күн емес, 1 минут артық сақтайтын болсаң, жаназа сақтайтын нәрсе емес. Жаназаны апарып тапсыру керек.